Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ибн Масғудтан радиаллаху анху риуаят етілуі бойынша Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм былай деп бұйырған: кімде-кім бисмилля шәріпті оқыса, оның әрбір әріпі үшін 4000 сауап жазылады, 4000 күнәсі кешіріледі және дәрежесі 4000 есе жоғарылатылады. Қандай да бір істі немесе ғибадатты, құлшылықты бастар кезде бисмиллахмен бастау Алла тағаланың Хазіреті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәсәләмға бұйырған шариғи талаптарының бірі. Алғаш түскен аятта да Алла тағала: оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы, ол адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы, Раббың аса жомарт та үстемдік иесі. Ол қаламмен жазуды үйретті, ол адамға білмегенін үйретті деп бұйырған. Аллах сүресі 1-5 аяттар. Демек, әрбір мүмин қандай да бір істі немесе құлшылықты бастар кезде міндетті түрде бисмиллах айтуы және оны ешқашан ұмытпауы, тастамауы керек. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм бисмиллахир-рахманир-рахим деп басталмаған іс берекетсіз болады. Ондай істің жалғасы болмайды және аяқталмай қалады деп бұйыра отырып, біздерді бисмиллахсыз іс істемеуге үндеп ескерту айтқан. Әузу, мен сыйынамын. Кімге? Биллахи, Аллаға. Неден? Кімнен сыйынамын? Минаш шайтанир-раджим, рәжім етілген, яғни қуылған шайтанның азғыруынан, жамандығынан. Имам Әбу Хасым Абдул-Кәрім ибн Хауазан әл-Кушайри. Алла оның сырын қасиетті етсін. Ұстаз Әбу Әли әд-Дахақтан Алла оның сырын қасиетті етсін былай деп естігенін риуаят етеді. Бір күні Дәуд пайғамбар алейхиссалям жалғыз өзі сахараға барады. Алла тағала одан: ей Дәуд, неге жалғызсың деп сұрағанда, ол алейхиссалям: уа жаратушы ием, жүрегімнің саған қауышуындығынан өзіңмен оңаша қалғым келді. Осы ынтықтығым, махаббатым менің адамдар арасында болуыма кедергі келтіріп тұр деп жауап берді. Сонда Алла тағала оған: дереу адамдар арасына орал, бұл түріңмен сен маған қашқын құлдай болып тұрсың. Сені ләухул махфузда жахбаза, жақсы мен жаманды айыратын, парасатты, ақылды, ұлы ғалым ретінде жазамын деп уақи түсірді. Бұл оқиғада халиққа, яғни жаратушыға жақындау үшін халықтан қашып, оңашаланудың өзі рухани әлсіздік екені білдіріліп тұр. Нәпсінің әлсіздігін шынайы түрде түсіне білу жоғары дәрежеге жеткізеді. Негізгі тақуалық халықтың арасында жүріп, халиқты ұмытпай, оның бақылауында екеніңді сезіну. Пенде әузуды айта отырып, күнәға апаратын жолдардың есіктерін жабады. Ал бисмилля айтқанда бағыну, мойынсыну, құлшылық жолдарының қақпасын ашады. Алланы таныған әриф құлдардың әузуы, яғни сыйынуы, Алла тағаладан басқаны көрмеу, көптеген кедергілердің құл мен Раббысы арасында перде болуынан сақтану. Шынайы әузу, сыйыну жай құрғақ сөзбен болмайды. Онда жүрекпен ықылас және сөз бен істің сәйкес келуі тиіс. Тіл әузу биллах, яғни Аллаға сыйынамын дегенде, халің мен істің шайтанға сыйынамын, Алла сақтасын демеуі керек. Хазіреті Айша анамыздан радиаллаху анха риуаят етілуі бойынша бисмилля шәріп уақи етіліп түсірілгенде таулар ыңырсып ыңылдады. Таулардың ыңырсығандығы соншалықты мұны Мекке халқы да есітті. Және олар: Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәләм тауларды сиқырлады деді. Сондықтан Алла тағала түтінді тұман жіберді. Түтінді тұман Меккеге қалың болып түсті. Осыған орай Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм кімде-кім шынайы түрде шүбәсіз сене отырып бисмилля айтса, таулар онымен бірге тәсбих айтады. Алайда таулардың тәсбихі естілмейді деді.
Ләухіл махфузда алғаш жазылған сөз бисмиллах. Адам атаға алейхиссаламға алғаш түсірілген аят бисмиллах. Құран кәрімнің кілті бисмиллах. Жәннаттың шахру хаттарының нұры бисмиллах. Мөминдер ақыретте сырат көпірінен қыл көпір бисмиллах сөзінің көмегімен өтеді. Бисмиллах сөзі 4 сөз 19 әріптен тұрады. Шайтан адамға 4 жағынан шабуыл жасайды. Бисмиллах сөзінің әрбір сөзі шайтанның шабуылына қойылған қақпа. Игі істерді бисмиллахпен бастаған адам шайтанның жамандығынан қорғалады. Бисмиллах сөзінің 4 сөзі осындай мағынаға саяды. Жаһаннамда 19 үлкен періштелер бар. Оларды забани деп атайды. Олар адамдарды жаһаннамға жағасынан алып сүйрейді. Бисмиллах сөзін игі істері мен амалдарына айтқан кісі осы жаһаннам забанилерінен өзін құтқарады. Жаһаннамның 19 забанилерінің өзін алаулы отқа сүйрегенін қаламаған әрбір адам бисмиллахты әрдайым айтып жүруі тиіс. Бисмиллах сөзі Құран кәрімде Нәмл сүресінің жарты аятын құрайды. Ханафи мазхабында әр сүренің басындағы бисмиллах өз алдына жеке аят болып саналады. Бірақ сүренің бір бөлігі емес. Мал сойғанда немесе аң аулау кезінде оқ атқанда бисмиллах айту парыз. Намаз оқығанда Фатиха сүресінен бұрын бисмиллах айту сүннет. Шариғат бойынша тыйым салынған, харам болған амалдар жасағанда бисмиллах айту харам. Фатауа-и Базаз кітабында былай дейді: үкімі нақты харам болған амалдың басында бисмиллах айтқан адам кәпір болады. Хадис шәріпте барлық самауи, илахи кітаптардың кілті бисмиллах делінген. Басқа бір хадисте шарғи амалдардың қай-қайсысы болмасын бисмиллахпен басталмаса аяқсыз қалады деген.